Өскемен қаласындағы волейболдан аймақтық желілік спартакиаданың ашылу салтанаты дәстүрлі шеруден басталды. Алматы, Қарағанды, Павлодар, Семей, Талдықорған және Өскемен қалаларының ұлдар және қыздар командаларының жүлделері мен үздік ойыншылары таныстырылды. Жанды трибунадағы жанкүйерлер жалауды көтеру арқылы әр мектеп атауын көрсетіп, командаларға қолдау жасады. Оқушылардан құралған құрметті қарауыл жасағы салтанатты марш пен Қазақстан Республикасының туын алып шықты. Өскемен мектебінің алау хоры жанды дауыста еліміздің әнұранын шырқады. Ашылу салтанатының қадірлі қонақтары Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының заң департаментінің аға менеджері Қанат Қайратұлы Құсаев, Өскемен қаласы Назарбаев зияткерлік мектебінің қамқорлық кеңесінің төрағасы Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің ректоры PhD доктор Мұхтар Әділбекұлы Төлеген, волейболдан Қазақстан Республикасының жоғары санатты ұлттық спорт төрешісі, желілік аймақтық спартакиаданың бас төрешісі Болатбек Айшабекович Даумов. Желілік спартакиаданың аймақтық кезеңіне қатысатын командаларға Өскемен қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Жұпат Оралқызы Ерниязова сәттілік тіледі. Баршаңызға спорттың талантын, қайсарлық, шеберлік тілеймін. Осы үш күніміз нағыз спорттық мерекеге айналсын. Спартакиадаға арнайы дайындалған тағылымды Алтай жастарға қуат композициясында адамзат баласына қажетті тіршілік көздері, қуат беретін жер ана, рух беретін қыран құс, ырыс әкелетін су, қайрат беретін от бейнесіндегі кейіпкерлер сомдаған хореографиялық кіріспеден басталды. Ал композицияның негізгі бөлімі ұлттық және заманауи бағыттарды шебер үйлестірген рух беретін бимен көркемделді. Композицияның шарықтау сәтінде тәуелсіздіктің символы қыран құс ортаға шықты. Балалар жылымен тұспа-тұс ұйымдастырылып жатқан НС мектептер арасындағы волейболдан аймақтық желілік спартакиаданың жүлде қоры салтанатпен ортаға шығарылды. Спортшыларға қуат берер деген мақсатпен тек алға рухты әнін жас өркен вокалды тобы шырқап, жанды трибунадағы жанкүйерлер жалауларымен алға сөзін құрастырды. Ән соңында Өскемен НС мектебінің үздік спортшылары шығып, өнер көрсетті. Шеруге қатысушылар, ұстаздар және жанкүйерлер бірлесе кері санау арқылы Өскемен 2022 аймақтық желілік спартакиадасының алғашқы ойынын ашты.